Қайырлы күн достар, сіздермен Айжан. Бүгін біз өте ерекше көрінетін моншақтардан сақина жасайтын боламыз. Егер де қарапайым сақинадан жалыққан болсаңыз, сізге осындай табиғи тастардан сақинаны жасауға кеңес беремін. Қазіргі сән әлемінде табиғи тастар алдыңғы орындарды иеленеді. Видеоның соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ол үшін бізге плоскогубцы, кескіш, зергерлік тросик және де обжимная бусина қажет болады, декоративті моншақ және де табиғи тастар. Табиғи тастар менде нефрит және де хрусталь және табиғи жемчугты пайдаландым. Ең бірінші кезекте біз табиғи тастарымызды кезек-кезек өткіземіз. Менде табиғи жемчуг, нефрит және хрусталь тастары. Сіз өз қалауыңыз бойынша өзіңізге ұнаған тастарды пайдалансаңыз болады. Біз моншақтарымызды кезек-кезек өткіземіз және де сәндік декоративті моншағымызды сақинамыздың дәл ортасына орналастырамыз. Және де ең соңғы кезекте біз кремпімізді соңғы өткізетін боламыз. Себебі кремп біздің сақинамызды бекіту үшін пайдаланылатын моншақ болып табылады. Табиғи тастарымызды кезек-кезек өткізіп болғаннан кейін біз декоративті моншағымызды сақинамыздың дәл ортасына орналастырамыз. Ол біздің сақинамыздың өте ерекше көрініп тұратын бөлігі болып табылады. Ең соңғы кезекте біз кремпімізді өткіземіз. Ол біздің сақинамызды бекітуге арналған құрал болып табылады. Видеоны мұқият қараңыздар. Тросигімізға кремпімізді өткізгеннен кейін біз зергерлік тросигіміздің шеттерін міндетті түрде моншақтардың астарына өткізуіміз керек. Өйткені қазір кремпімізді бекіткеннен кейін зергерлік тросигіміздің артық қалған бөліктерін қиямыз. Ал оны біз моншақтардың астарына өткізбесек, зергерлік тросигтің шеттері шығып, біздің аксессуарымыз сәнсіз көрініп қалады. Видеода көрсетілгендей зергерлік тросигіміздің артық қалған тұстарын моншақтың астарына өткіземіз де және де тістеуіттің көмегімен қиып тастаймыз. Зергерлік тросигіміздің артық қалған тұстарын қатты тартамыз, біздің сақинамыздың бос болып қалмауын бақылаймыз. Енді зергерлік тросигіміздің артық қалған тұстарын тістеуіттің көмегімен қиып тастайтын боламыз. Біздің сақинамыз аяқталуға шақ қалды және де ең соңғы қадамы ол біздің кремпіміздің шығып тұрған тұсын плоскогубцидың көмегімен кіргіземіз. Сол арқылы біздің зергерлік тросигіміз шығып кетпей, бекітіп ұстап тұратын болады. Плоскогубцидың көмегімен қатты қысамыз, өйткені шығып тұрған тұсы ішіне қатты кіріп, босап кетпейтіндей етіп, қатты бекітіп тастауымыз қажет. Біздің кремпіміздің шығып тұрған тұсын ішіне кіргізгеннен кейін, кремп қарапайым сәндік моншаққа айналады, яғни дөңгелек моншақ секілді сақинамызға ерекше сән беріп тұрады. Енді артық қалған зергерлік тросиктарды қиып тастаймыз. Сол кезде біздің сақинамыз дайын болады. Мінекей аздаған уақыттың ішінде біз өзімізге тамаша аксессуар дайындай аламыз. Егер сатып алатын болсаңыз, мұндай аксессуарыңыз қымбатқа шығатыны анық. Ал сіз өз қолыңызбен осындай тамаша аксессуарларды жасай аласыз. Ол үшін менің мастер-класстарымызды үзбей қарап отырыңыз. Алдағы уақытта тамаша мастер-класстармен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Айжан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта жаңа видео күтіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.